Ассалаумағалейкум, қасқыр мінез қазағым. Сіздерге бірден айтайын, мен осы Қазақстанда жүріп, біздің елде кез келген мешіт салынар бұрын ең бірінші Құран оқитын бөлме салынады. Яғни Құран оқитын бөлме дегеніміз не? Яғни сіз барасыз да 5.000 теңге, 10.000 теңге беріп, жаңағы молдаға өзіңіздің қайтыс болған туысқандарыңыздың аруағына Құран бағыштатасыз. Бірақ мен өзім үлкен қажылықта болдым. Араб елінің мешіттерінен ешқандай да Құран оқитын бөлме көрмедім. Айналып келгенде исламның шыққан жағы сол Қағба, сол Мекке, сол Медина деп жатамыз, иә? Ол жақта Құран оқитын бөлме жоқ. Басқа мемлекеттің де мешіттерін көрдім, ол жақта да Құран оқитын бөлме аты бетімен жоқ. Бұл да сонда ақша табудың тағы бір жолы ма, құрметті діни басқарма? Сонымен қатар білуімше Құран аруақтың адамның аруағына Құран бағыштау, ол қай жақтан бағышталса да мейлі сіз үйде отырып, я болмаса далада жүріп Құран оқысаңыз да ол қабыл болады дейді. Ал сонда кейбіреулер айтады, кейбір жаңағы имамдар міндетті түрде мешітке келіп Құран бағыштату керек дейді. Бұл сонда ақша табудың тағы бір жолы сияқты. Оның ақшасын есептесеңіздер де ой сұмдық. Әрбір мешіттің Құранына күніне бәленбай мың адам барып Құран оқытса, сұмдық. Осыны сұрақ қойын дегім, негізі мешітке Құран оқитын бөлме не үшін керек? Әлде мен қателесіп отырмын ба? Мүмкін бұл біздің бір сүремізде жазылған шығар, мешітке Құран оқитын бөлме міндетті түрде салыну керек деген. Соған жауап беріп кетіңіздерші, діни басқарманың құрметсіз азаматтары.